Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мұхит аралды көреміз. Сабақтың мақсаты жүктік жалғауларын еске түсіру, мәтін немесе диалог бойынша берілген сұрақтарға жауап беру, жаңа сөздердің мағынасын түсіну, сөйлемдер құрай алу. Сөздік дәптерлеріңді ашыңдар, жаңа сөздерді жазамыз. Мұхит арал, океанариум, балық, рыба, кірпі балық, рыба-еж, тасбақа, черепаха. Енді, теперь, көреміз, посмотрим. Повторяем за мной. Мұхит арал, балық, кірпі балық, тасбақа. Енді көреміз. Жарайсыңдар. Ал енді мәтіннің ішінен жаңа сөздерді табайық, мәтінді тыңдайық және оқимыз, сұрақтарға жауап береміз. Внимательно послушайте текст и ответьте на вопросы. Думанға әкеммен барамын. Маған мұхитарал ұнады. Мұхитаралда балықтар көп. Мынау үлкен тасбақа. Енді балық көреміз. Оқып шығыңдар балалар. Прочитайте. Жақсы. Енді жаңа сөздерді осы мәтіннің ішінен табайық. Найдите, ребята, новые слова в этом тексте. Дұрыс. Мұхит арал, океанариум. Балық, рыба, балықтар, рыбы. Тасбақа, черепаха. Енді, теперь. Енді балалар, сұрақтарға жауап беріңдер. Сен думанға кіммен барасың? Кіммен, с кем? Саған не ұнады? Не, что? Мұхит аралда нелер көп? Нелер, что? Во множественном числе. Мынау қандай тасбақа? Қандай, какая? Енді не көреміз? Не, что? Тексерейік. Сен думанға кіммен барасың? Мен думанға әкеммен барамын. Саған не ұнады? Маған мұхитарал ұнады. Не, мұхитарал. Кіммен, әкеммен. Мұхитаралда нелер көп? Нелер? Мұхитаралда балықтар көп. Нелер? Балықтар. Мынау қандай тасбақа? Қандай? Мынау үлкен тасбақа. Қандай? Үлкен. Енді не көреміз? Не? Енді балық көреміз. Не?
Балық. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Оқулықты ашыңдар. 114 беттің бірінші тапсырма. Диалогты рөлдеп оқыңыз. Откройте учебник на странице 114, упражнение номер 1. Там есть диалог. Нужно прочитать диалог по ролям. Әке, енді Мұхитаралға барамыз ба? Жарайды, балам, барамыз. Әке, мынау не? Ол тасбақа. Әке, мынау қандай үлкен балық? Иә, балам, енді кірпі балықты көреміз. Рөлдеп оқыңдар балалар. Жаңа сөз кірпі балық. Рыба еж. Прочитайте, ребята, по ролям и постарайтесь понять, о чем вы прочитали. Жақсы. Келесі тапсырма. Сұраққа жауап беріңізші. Ответьте на вопрос. Біз Мұхитаралда не көреміз? Что мы увидим в океанариуме? Не. Дұрыс. Біз Мұхитаралда балық көреміз. Біз Мұхитаралда не көреміз? Біз Мұхитаралда кірпі балық көреміз. Біз Мұхитаралда не көреміз? Біз Мұхитаралда акула көреміз. Біз Мұхитаралда не көреміз? Біз Мұхитаралда тасбақа көреміз. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма жазылым. Дәптерлеріңді ашыңдар. Мамырдың 11-і деп жазыңдар. Келесі тапсырма 114-ші бет, екінші тапсырма. Қате жазылған сөйлемдерді дұрыс құрастырып жазыңыз. На странице 114 есть упражнение номер 2. Нужно правильно составить предложение и записать в тетрадь. Запишите мамырдың 14-і. Сегодняшнее число. Здесь даны, ребята, слова, но они перепутались местами. Нужно их поставить правильно, чтобы получилось предложение. И запишите их в тетрадь. Тексерейік. Давайте проверим. Ертең демалыс күні. Завтра выходной. Мен демалыста қыдырамын. Я на выходных буду гулять. Ертең Мұхитаралға әкеммен, анаммен барамын. Завтра в океанариум я пойду с папой и с мамой. Саған Мұхитарал ұнай ма? Тебе нравится ли океанариум? Үлкен Мұхитаралда балық көреміз. В большом океанариуме мы увидим рыбу. Жарайсыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Кері байланысты білім қоржыны арқылы беріңіздер. Сау болыңыздар балалар.